қаласы номер 75-ші жалпы білім беретін орта мектептің 6-шы сынып оқушысы Баримбетова Құралай. Бүгінгі біздің жобаның тақырыбы Қазақстаннан 7 километр. Жобаның мақсаты Қазақстанның ең бай мемлекет екенін насихаттау. Бүгінгі біздің алып отқандарымыз Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Маңғыстау жерасты мешіті, Бәйтерек, таңбалы суреттер, домбыра, алтын адам, киіз үй. Ал олардың әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, біріншісі бізде таңбалы суреттер. Таңбалы суреттер қола дәуірінің тасқа салынған суреттерді көрген адам таң қалдырады. Ертедегі адамдар күнге күйген жылтыр жартастарға соғыстарды, адамдарды, жануарларды қашап салған. Бұл аса маңызды деректер саналады. Қазақстанда жартастағы суреттер петроглифтердің саны және әр алуан жөнінен ең бай мемлекеттердің бірі. Келесі бізде алтын адам. Алтын адам 1960 жылдары аяқ кезінде археологтар Есік қаласының жанынан алтын киімді адамды тапқан болатын. Ол 2000 жарым жыл бұрын жерленген жас жігіт екен. Оның жасы 17 жаста болған. Марқұмға кигізілген киім алтыннан жасалған. Түрлі ұсақ аттың және барыстың, таутекенің, құстардың бейнелерімен безендірілген. Олардың саны 4000-дай. Алматыдағы тәуелсіздік монументіне негіз болып отырып, және осы күнге сақталып, ол біздің 7 кереметімізге енді. Келесі бізде қазақтың киіз үйі. Қазақтың киіз үйі көптеген ғасырлар бойы Еуразия ұшы-қиырсыз жазирасын басқарған ежелгі халықтың көшпелі тұрмысы мен салтына мейлінше қолайлы болған баспадан тұрады. Бұл соңғы қола дәуірінің өзінде Еуразия даласында доңғалық үстіндегі алғашқы жылжымалы тұрғын үйлер түрі. Орта ғасырларда платформаға орнатылған ондаған шетелге мал сүйреткен киіз ордалар кезіп жүрген. Киіз үйлердің осындай салтанатты түрі Қазақстанға 17-ші ғасырда жеткен. Одан кейінгі біздің сөз кезегі домбыраға келеді. Домбыра ол қазақ халқының жан сезімі, жан серігі, домбыра туралы. Домбыра халық даналығы, ол халқымыздың өмір тәжірибесі мен табиғаты, әлем, философиялық көзқарасы туралы бейнеленген. Оларды атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып отырды. Домбыра көшпелі елдің көнекөз шежіресі, көпті көрген қарияның күйі. Ол халықтың тағдырымен тамырлас, тарихтың хатқа түспеген талай беттерін паш етіп бейнелеп отырған. Ғалымдар осыдан кемінде 2 жыл бұрын қос ішекті домбыраларды біздің қазақтың домбырасына ұқсас екен дәлелдейді. Домбыраның дәстүрлі дамуы 19-шы ғасырда шарықтау шегіне жеткен. Осылайша домбыра қазіргі уақытқа дейін сақталып, біздің 7 кереметімізге енген. Келесі сөз кезегі бізде Яссауи кесенесінен келеді. Яссауи кесенесі гармониялық жоспармен салынған. Оның екі жағы мұнарамен жалғасқан және бас порталы еңселі арқадан тұрады. Қожа Ахмет Яссауи кешені порталды күмбезді құрылыс. Орталық залдың айналасында түрлі мақсатқа пайдаланылған үлкенді кішілі 35 бөлме бар. Оның бірінде Солпы ақынның мүрдесі жапсырылған. Келесі сөз кезегі бізде Маңғыстау жерасты мешітіне келеді. Бекет ата мешіті оңтүстік үсіктің Маңғыстау ойына кірген тұмсығынан үзіліп қалған Моғоланды шоғысына қашалған тарихи сәулет ескерткіші. Ол деректерге сүйенсек, Бекет ата 1750 жылы туылып, емші көріпкел ғана емес, сонымен қатар физика, математика, астрономия заңдылықтарын жақсы білген ғұлама ретінде танылған. Ол пайғамбар жасында дүние салады. Бекет атаның мүрдесі осы жерасты мешітінде бөлмелердің бірінде қашап орналастырған. Келесі біздің сөз кезегіміз Бәйтерекке келеді. Бәйтерек Есіл өзенінің жағасында Астана қаласында орналасқан. Оның салмағы 1000 тоннадан жоғары, және ол 500-ге жуық қададан тұрады. Оның 97 метрлік биіктігі, 22 метрлік диаметрі және салмағы 300 тоннадан тұратын, күннің түсуіне қарай өзгеретін хамелеон негізінен жасалған шар.
Ол қазіргі уақытта Қазақстанда сәулеттік символ, Қазақстан тәуелсіздік Қазақстан арқылы символ ретінде орын алады. Осымен біздің 7 кереметтеріміз аяқталды. Осы 7 кереметтерімізді қорғап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу ол әрқайсымыздың міндетіміз.